Бейімбет Майлин, Шұғаның белгісі. Біз елден шыққанда күнде сәскілікке жақындап еді. Ұшпалы сұр бұлттар көшкен керуен сықылды, тіркесіп оңтүстікке қарай жылжып ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырай нұрын шаша бастады. Әйткенмен солдан соққан салқын жел өзінің өткірлігімен жұқа киімнен ызғарын өткізіп, тоңдырып, сентябрь айының жеткендігін жолаушыға еріксіз ойлатарлық еді. Біз екеу едік. Менің астымда жортақылау тапал торы жүргіштеу, ер-тоқымын ескілеу, байлардың малға мінетін ер-тоқымын. Үстімде қонған үйімнен сұрап киген шидем күпі. Қолтығымдағы жыртығынан жел өтіп мазамды алыңқырап келеді. Жолдасым 30-40-тардың шамасындағы жер ортасы адам. Сиректеу сақал, мұрты бар. Қара бұжыр, күлімсіреп дөңгеленіп тұрған қара көзді, пішініне қарағанда біртүрлі сөйлемпаз адам секілді. Астында қойшылар мінген қара кербесті үсті-үстіне ұрып отырмаса, кейін қалып қала береді. Жел артымыздан еді. Ауылдан 10-15 шақырым шықтық. Жаздай жайлап, елдің шаңын шығарып тастаған жайлауын қақ жарып құбылаға бет алып келе жатырмыз. Жанды қарға жоқ. Бірен-саран шалшық сулардың басында ұйлығып отырған топ-топ қаздарды көресің. Елдің жұртында жер ошақтың араларындағы сүйек саяқтарды, елдің сыртындағы ескі апандардың маңайына тасталған бірен-саран өлімтікке 10-15-і жиналып қара құс, қарға, өгіз шағалылар той-тойлап жатыр. Жүрген сайын жер өнбегендей, сол ұшы-қиыры жоқ елдің жайлауы бітпейтіндей көрінді. Бір белеске шықсаң, алдыңда екінші белес. Мен шықтым. Манағыдай емес, атқа жортқан соң денем жылынып, ептеп маңдайымнан терде шығайын деді. Жолдасымның басында желпең. Елден шығарда бауын мықтап байлап алған. Шабан қаракер үсті-үстіне ұрғызған соң, о да бусанайын деді білем. Желпенін шешіп алып беліне байлады. Милығына түскен бөркін жоғарырақ көтеріп қойып, қаракерді бір тебініп, шаужайлап жіберіп маған қатарласып. Тым бері бұрыла бермеңіз, күнбатысқа таман жүрейік деді. Сіз кейін қалған соң мен алдыңызды орағыта беремін. Жамандатқыр мынау бір ит екен, тіпті жүрмейді, деп қамшымен салып жіберді. Менімен қатарласып алған сол қаракердегі ашуы біткен тәрізденіп, азырақ жадыраңқырап маған қарады. Мынау алдымыздағы үлкен көл қамсақты ғой. Осының сол жағын ала жүріп, ана шаңырқай көрінген обаның белесінен тура ассақ, алдымыздан бір кішкене сүрлеу келеді. Сол сүрлеумен барып Шұғаның белгісінен қара жолды қиып аламыз деді. Әңгіме азырақ ой бөлейін деді. Аттың жортысына шайқалып, ауырып келе жатқан іште ұмытылғандай болды. Жол қысқарту үшін жолдасымен сөйлесуді мен өзімде тілеп келе жатыр едім. Бірақ бұрын сырлас адамым болмаған соң, әңгімеге қандай жайының барын анық біле алмай сөз ашпап едім. Және менің бір әдетім, жолда келе жатқанда өзім сөйлегеннен де біреуді сөйлетіп тыңдауды артық көруші едім. Жолдасым жол әңгімесін бітірсе, тағы да бар деген кісі тәрізді сөз сөйлеуге ыңғайланып тұрды. Мен әңгімені неден бастарымды білмедім. Жол жайын айтып өткен Шұғаның белгісі дегені бар еді. Одан пәлендей сөз туады деп дәмеленбесем де, бастауға себеп болсын деп ойлап, Шұғаның белгісі дегеніңіз не нәрсе? Таума дедім. Жоқ, әшейін бір оба шық деді. Кейін қалып бара жатқан соң, тағы тебініп қатарласып, Шұғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз-ау деді. Мен қайдан білейін, бұл жаққа бірінші келуім дедім. Білмессіз, сіздер жассыздар ғой деді. Маған қарағанда өзі недәуір көпті көрген үлкен адам болып көтеріліп қойды. Сіз білмейтін шығарсыз, жассыз ғой. Уақытында Шұғаның әңгімесін бұл өлкенің баласына шейін біліп болып еді. Ой шіркін, өзі де Шұға десе Шұға еді-ау деді. Жолдасымның бұл сөзінен мен Шұғаға ынтықтым. Анығын сұрап білгім келді. Шұғаның әңгімесін айтсаңыз қайтеді? Жол қысқарсын дедім. Айтайын деді. Қаракер тағы тебініп қатарласты. Жалпылдап жайылып келе жатқан етегін жинап тақымына басып, ерніндегі насыбайын тастап, бір-екі түкірініп алып, ыңғайланып, бұл қызық әңгіме, тыңдаңыз деді. Сөзді бастап та жіберді. Бүгінгі шыққан ауылыңызды Ерекең ауылы дейді. Содан ары қарай өзеннің бойы жалпағынан ел. Бір атаның баласы 150-200 үйлер бар. Қыс-қыстаулары басқа болғанмен, жаз көбіне бірігіп отырады. Мынау алдымызда көрінген Қамсақты дейтін көліміз. Осының маңайы жыбырлаған шұқырынды томар. Августтан бастап осының басы елмен толады. Әр томарға 4-5 үйден қонып, бөлек-бөлек отырғандары.
Ой, Дариға-ай, талай қызықтар өтті ғой. Бала күнімізде анау көрінген төбенің басында талай асық ойнап едік. Ол да бір дәурен. Иә, бұл ауылдың күзге қарай қонатын жері, жазықтұрғы августқа дейін отыратын жайлауымыз. Бұл көлде шұғаның белгісі атанды. Бұрын тарғыл өгіз сойған деуші едік. Үлкен көл, маңайы толған шорқынды су. Ол уақытта жердің берекесі қандай. Өзіміздің ел қаншама, оның үстіне ту сырдан келіп жаппастар да қонады. Кейінгі кезде ғана жаппас келуін қойды ғой. Біздің Беркінбай дейтін жақын ағаларымыз болады. Бұрын бай еді. Остыққа таласамын деумен-ақ малын құртып алды. Осы күні кедей. Сол Беркінбайдың әкесінің нағашысы Жаппас Есімбек дейтін болды. Өзі бай еді. Жаппастың алды деуге боларлық. Беркінбайға арқа сүйеп, Есімбек сол өгіз сойғанның ең шұрайлы жеріне қонушы еді. Өзі де жомарт, қонақпаз еді. Елге жағымды болып тұрды. Мал мен басы бірдей, Құдай тілегін берген бір адам. Ортам қолдай 4 ұлы болды. Шетінен қасқыр. Сол 4 ұлдың ортасында бұлаңдап өскен Шұға дейтін қызы болды. Шұға десе Шұға. Шұға ой шіркіннің өзі де келбеттақ еді. Аққұба, талдырмаш, көзі қап-қара, осы үріп ауызға салғандай еді. Ажары қандай болса, ақылы да сондай. Жеңілдік дегеннің не екенін білген бала емес. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай, бір түрлі паң еді ау шіркін. Бұл күнде ондай қыз қайда? Ажары тәуірлеу біреу болса, соны көтере алмайтынын да білмейсің, ешкіге құсап шошаңдап жүргені. Заман бұзылған ғой, иә. Осы күнгілердің бір тапқаны қызды оқыту керек дейді. Сол Шұғалар хатты зорға танушы еді. Сонда да осы күнгінің оқыған 10 қызына бергісіз еді. Айнала айтқанда Құдай сана берсін десейші. Ол кезде менің 20-ға жаңа келген кезім. Есімбектің үйіне араласып жүрдім. Менің бір Базарбай дейтін інім сол Есімбектің қойын бақты. Өзі бала күнінде ептақ еді, былтыр қайтты. Сол баланың арқасында ерте барам, кеш қайтам. Жаз көбіне сонда болушы едім. Шұғаның сонда 16-тағы кезі шығар деймін. Елдің бозбалалары ертеңді кеш қылжақтап, сол ауылдан шықпайды. Ептеп сөз салдыратындары да болады. Бозбалалардың хатын таситын менің інім Шұға біреуіне жауап қайырмайды. Бозбалалар кейіп, байдың қызы болған соң ірленгені ғой, тәкаппар десуші еді. Менімен құрдас біздің ауылда Кәрім деген бар. Сол уақытта да өзі есер соқтау еді. Біз мазақ қыла береміз. Шұғаға қылжақтайтынның біреуі сол. Бір күні бір жазған хаты менің қолыма түсті. Өлең жазған болыпты. Немен еді тайыры соның өлеңі. Қаладан алып келген боз белбеуім, болса да жаман жақсы өз белбеуім. Көп айдың көрмегелі жүзі болды, жүрмісің аман есен көз көргенім деп жазыпты. Бозбалаға ермек керек, мазақ қылу үшін Шұғаның хаты қылып өлеңмен жазып Кәрімге тапсырдық. Кәрім ашып оқығанда төбесі көкке жеткендей болды. Біздің сонда Шұға болып жазған өлеңіміз: алаштан асып туған сымбатты май, базардың пұлы жетпес қымбатты май. Арманым бұл жалғанда болмас еді, күн болса қосатұғын саған Құдай. Ой, алдай қызық заман екен әуә. Шұғаның әке-шешесінің бір артық жері 16-ға келгенше Шұғаны күйеуге бермейді. Осы күні байлар қызы шырылдап жерге түсісімен біреудің малын алады ғой. Уақытында талай мырзалар айттырды, бәріне де нәсіп болмады. Ат жетер жердегі бай балалары мүлде түңіліп болды. Есімбек қызының бағын байлады. Енді бұған тәуір күйеу кездеспейді деп жұрт өсек қылып та жүрді. Ол әшейін бір сөз ғой, Құдайдан жазуынан артық не болмақ. Артынан естік, Есімбектің бермеудегі мәнісі өзі жас кезінде Қали дейтін құрдасымен серт байласқан болса керек. Бірімізден ұл, бірімізден қыз туса, екеуміз құда болайық деп. Сол серттің күтеді екен ғой. Иә. Қамсақтының басына түсіп, азырақ кідіріп, ер тоқымызды дұрыстап ертеп, тағы да жүріп кеттік. Қаракерді бір-екі бауырлап алып, жолдасым тағы сөзге кірісті. Ол кезде заман қандай, жер әдемі, мал көп, орыстың иісі де жоқ. Жазықтұрғы майдың айы бітер бітпесте, шала шарпы егін салып жайлауға жеткенше асығамыз. Бір жылы майдың 20 күні жайлауға барып қондық. Жаңбыр көп, шөптің шығысы да жақсы еді. Бозбаланың басы құралған соң ертеңді кеш асыр салып ойнау, есі дертіміз Жаппас. Есімбектікі қашан келеді? Етке қашан тоямыз дейміз. Бір күні қыз ойнаққа барып таң ата келе жатсам, ұйықтап қалған екенмін. Әжем оятады. Жаппас келіп қонып жатыр. Базарбаймен көрісіп қарағымды сүйіп келдім дейді. Жалма-жан тұра сала далаға шықсам, сәске түс болып, күн ыси бастаған екен. Көлдің оң жақ беті жыбырлаған мал, қой, түйе,
Шоқиып жаппастың кішкене үйлері тұр. Көзімді ашып жұма мен де жөнелдім. Мен келсем, менен әлде қашан бұрын жұрт жиналып қалған екен. Тоқты сойылып, қазан асылып қайнап та жатыр. Есімбектің үлкен үйі лық толған адам. Қымыз ішіп, айдай қызды болып жатыр екен. Мен тегіс араладым. Бір отауда Шұға кездесті. Көрісіп амандасқаннан көзімді ала алмадым. Апырмай, адамзатта ондай сұлу болады екен-ау. Аққудың көгілдіріндей осы аппақ. Үстінде шетін кестелеген ақ көйлек, омырауын неше түрлі ілгіштермен безеп тастаған қызыл пүліш қамзол, басында үкі таққан түлкі бөрік, өзі сұлу адамды мүлде одан жаман жандандырып, құбылдырып тұрды. Маған қарап Шұға күлді. Мезгілмен келіп көрістіңіз-ау деді. Мен не айтарымды білмедім. Бұрын әзілдесіп сөйлесе беруші едім. Бұл жерде тілім байланды. Мынау аттан түсіп жатқан кім деді Шұға. Артыма жалт қарасам, екі жігіт түсіп аттарын байлап жатыр екен. Біреуі орысшалау киінген. Тани кеттім. Әбдірахман ғой дедім. Әбдірахманың кім? Қазақбайдың баласы. Иә, әлгі учитель баласы ма? Иә. Жап-жас жігіт екен ғой деп бірер қарады да Шұға отауға кіріп кетті. Мен Әбдірахманға амандасып үйге ертіп жүрдім. Отаудың сықырлауынан Шұғаның бізге сығалап қарап тұрғандығы білінді. Сіз білмейсіз ғой, деп жолдасым Қаракерді шаужайлап қатарласты. Сіз білмейсіз ғой, бізбен ағайын, жасы менмен түйдей құрдас Әбдірахман деген болды. Жасында болыстың үйінде бұзау бағып өсіпті. Ол уақытта болыстың үйінде ауылнай учитель болатын. Балалармен араласып жүріп, учительден оқып, 4 жылдан соң мектепті бітіріп шығыпты. Әбдірахман өзі айтатын, күндіз қозымен бұзау бағам, кешке келгенде учитель бір шын мұсылман жігіт еді. Байлардың балаларынан да маған сенің оқығаның керек қой деп, түннің бір талайына дейін оқытушы еді. Ақырында сол учительдің тырысуының арқасында мектепті бітірдім. Менің учительге бітіре алмастық борышым бар деді. Әбдірахманның әкесі өте кедей болған адам. Ауылнай школынан шыққан соңда Әбдірахман малайлықтан құтыла алмады. Ақырында 12-13-тегі шамасы болса керек, тұрған байынан қашып дуанға барып, бір ноғайға жаз қызметке тұрып, қыс оқуға кірді. Бұл 2 жылға шейін жаз жалданумен болды. Берірек келген соң жаз байларда орысша бала оқытты. Ақырында әйтеуір мектепті бітіріп шықты. Әбдірахман мектепті бітіргенде дабысты жер жарды. Өте зерек болған ғой, учительдерді мақтаса керек. Дуандағы нәшәндік тілмаш бол деп өтінген екен, болмай елге келді. Нақ сол кезде болыстың песірі өліп, песірсіз тұр еді. Әбдірахманға песір бол деп жабысты. Оған да бармады. Жамантік болысындағы бір байдың школына барып, бала оқытты. Содан бері қыс сонда бала оқытып, жаз елде болады. Сол жылы үйіннің бас кезінде келіп еді. Содан бері Әбдірахманды көргенім. Маған көріспейсің бе деп қалжыңдады. Әзілдесіп үйге кірдік. Төр алдында Қажыбай әңгімені көсілтіп отыр екен. Бізді көрген соң жым болды. Үй ішімен Әбдірахман тегіс амандасты. Есімбек бай онша жақсы көрмеген адамның қалыбын істеді. Бұрынғы сөздерін тастай беріп, оқығандар анау, оқығандар мынау болады деп шатпа тілге айналды. Мен ғажапқа қалдым. Артынан Әбдірахманнан себебін сұрасам, өткен жылы бұрынғы қалыбымен күзгі астыққа бай киізін сатқанда, Әбдірахман тілін алар адамдардың біріне де алдырмапты. Әзір асығып 2 бағасын алғанша, астықтарыңды жиып алған соң шалқайып отырып жарты бағасын аласыңдар деп. Әбдірахманның тілін алғандар бірталай пайда қылыпты. Мені олжамнан қақты деп байдың тырсиып отырғаны осы екен. Ретінде Әбдірахманға, еліңді қыстан шығардың ба бала, деді бай. Шүкір шығардым, деді Әбдірахман. Жарайды, ел қамқоры болған соң солай болу керек деп сөзін доғарды. Түс ауа берген мезгілде ет жеп болып, жұрт бет-бетіне тарай бастады. Мен ауылға қайтқанда, Әбдірахман Есімбектікінде қалып қойып еді. Менің артымнан іле-шала келіп Бергімбайдың үйіне түсіпті. Қымыз ішкен адам ұйықтап қалған екем. Екінді әлетінде далаға шықсам, ауылдың сыртындағы белесте, ішінде Қажыбай ақсақал бар, бірталай адам сөйлесіп отыр екен. Мен де келдім. Әңгіме Әбдірахман турасында екен. Жақындап келгенімде Әбдірахманның өзі шынымен бұзылған ғой деген Қажыбай қарттың сампылдаған даусы құлағыма сап ете қалды. Өзі сөзшең адам бірінен соң бірін тізбектетіп, не бар пәлені Әбдірахманның үстіне үйіп отыр. Оларды мұсылман деуге болмайды. Айтатыны ылғи Құдайға қарсылық сөз, молдамен, қазіреттермен, ел бастаған басшылармен қас, Құдайдың барлығына шәк қылады. Байға мал жиып беріп отырған Құдай емес, өзіміз дейді. Құдай сақтасын, шын болса осы әлгі қазақты шоқындыратындардан көп ақша алған дейді ғой.
Нәшәндікке тілмәш болмай, болысқа песір болмай бала оқытуы да сол аздыру ретімен болса керек. Шалдың сөзін онша ықыласпен тыңдай қойған адам көрінбейді. Жастар бір бөлек әзілдесіп отыр екен. Мен де соларға қосылдым. Бәріміздің ермегіміз Кәрім болды. Биыл Есімбектікі Қарақұмды жайлап қалады деп еді, Кәрім үшін ақ келген шығар, деді бір жігіт. Сендер байқадыңдар ма? Кәрімді көрген соң Шұға біртүрлі құбылып кетті-ау, деді қу жігіт. Бұл екі арада қысты күні Шұғаны сағынып жүргендегі Кәрімнің шығарған өлеңі деп біреуі өлең айтты. Мінгенім астындағы күрең дөнен, қашады таудан түлкі сүмең деген. Ойымда үш ұйықтасам бар ма менің, айырылып қалқам сенен жүрем деген. Жұрт ду күлді. Кәрім ашуланып кетіп қалды. Мен тұрып Беркінбайдың үйіне бардым. Әбдірахман шынтақтап домбыра тартып жатыр екен. Шұға шық, деді. Әзілдесіп отырдық. Көп ұзамай әңгіме Шұғаға көшті. Әбдірахманның ойын білу үшін мен Шұға қалай екен, көрдің бе дедім. Әбдірахман күлімсіреді. Көрейін деп барып едім, көре алмадым, деді. Иә, сен атыңды байлап жатқанда отаудың есігінің алдында тұр еді ғой. Сыртынан көрген бола ма, ауызба-ауыз сөйлеспеген соң. Ендеше бүгін Алтыбақан құрады, ауызба-ауыз сөйлессем, шын айтасың ба? Деп Әбдірахман басын көтеріп алды. Есімбектің келіндерімен қалжыңдасып сұрағанында кешке Алтыбақан құрамыз десіп еді, деп анығына айттым. Бәтіреке барайық, деді. Замандастың тілін кім алмайды? Мен ертіп бармақ болдым. Сізден несін жасырайын, деді жолдасым. Сізден несін жасырайын? Өздеріңнің бастарыңда да бар нәрсе ғой. Жастық не қылғызбайды, уақытында бәрі қызық. Есімбектің 3 баласы үйленген, біреуі бойдағы еді. Ең кіші келіні Зайкүл мына тамақ қар жауған қыз еді. Заманында дүниені кешкен адам. Өзі де ажарлы, бозбала сүйетін қызыл шырайлы еді. Азырақ мінезінің жеңілдігі болмаса, ақылға да жақсы еді. Күйеуі Ыбырай Есімбектің балаларының ішіндегі момыны. Үн жоқ, түн жоқ, ертеңді кеш мал соңында жүреді де қояды. Күйеуінің қалпын оң жақта жүргенде-ақ сезіп, Зайкүл бұзыла бастаған. Өздерімен бір жамағайын Сейіт дегенмен көңіл қосып шығамын деп жүргенінде елі сезіп қалып жібермеген. Ол кездегі болыс Құрман Есімбектің туған құдасы. Есімбектің жесірі кетсе, қыпшақпын деп қанға тарту жоқ. Құрман Жаппастың арын арлап тұрған. Болыстың ызғарының күштілігінен қаржау қабыл Есімбекке хабар тигізіп, аман есенінде қолына берген. Зайкүл ұзатылып келген соң көпке шейін кетемін деп жүрді, бірақ кете алмады. Айтқан сөзінен табылып, көңілдегі мүддесін орнына келтіретін жігіт сирек қой. Шынында Зайкүлге тең жігіт табылмады. Сізден несін жасырайын? Ертеңді кеш үйінен шықпаған соң, мен Есімбектің үйінің бір адамын құсап кеттім. Жүріс тұрысымда ешбір ерсілік болмады. Ас су ішіп Әбдірахман екеуміз үйден шыққанда, елдің алды жата бастап еді. Түн тастай қараңғы, аяңдап келе жатырмыз. Есімбектің ауылының сырты ызы, шу, қым-қуыт. Әбдірахман жылдамдай басып, менің алдымды орай берді. Біртіндеп жақындаған сайын асыр салып ойнаған балалардың, әзілдесіп ойнап күлген қыз-қатындардың дауыстары айқындала береді. Әлдекімнің арт жағымыздан сыңқылдап күлген дауыс естілгендей болып, Әбдірахманды иығынан тартып тоқтатып күтуге айналдық. Қараңдаған 2-3 адамның бойы көрінді. Қойшы қарағым, әурелемеш, біреу дауыстаңқырап. Қалқажан, әу, менің манағы айтқаным бола ма? Қыз күлді. Жарар, болады. Жақындап қалды. Дауыс таныс, Айнабайдың қызы. Ауылы Есімбек пен біздің ауылымыздың орталығында. 10 шақты үйлі керей. Біз ауылының тұсынан өткенде қатындарының дабырлап жүргендері білініп еді. Күлзипа келеді деп күлдім. Әбдірахманның Күлзипа десең шамы. Ағайын арасында аз үйлі керей болғанмен, Айнабай деген бірді бірге соғып, екі елдің арасына от салып тұтандырып жүретін бір қызыл көзді бәле. Ел ішінде Айнабайдың істемеген бұзықтығы жоқ. Анау-мынау адамдар өзінен сескенетіндей еді. Қызы Күлзипа сонда 17 шамасында шығар деймін. Орта бойлы, қара сұрлау, тік қабақ, ұстаныңқырап тұратын адам еді. Айнабай өз кедей уақытында күйеуге беріп, соңғы кезде шел бітіп тәуірленген соң айырғысы келетін. Ел ішінде көзге түсетін жігіт ол кезде Әбдірахман. Айнабай өзі ат арқасына мініп жүрген соң қызын тәуір жігітке бергісі келіп, Әбдірахманнан үміттенген. Әбдірахманның жайына қараймын ғой, азын-аулақ мал берсе де үйлесер едік деп айтадымыз деген сөз қашып жүрді. Жеңіл ауыз қатындар Әбдірахманды ауылына келсе, күйеу деп мазасын алады. Жалпы жұрт Күлзипаны Әбдірахман қайтсе де алады деп өздерінше сөзді біткенге есептейді. Сол жылы қыс Әбдірахманның әкесі шөп іздеп жүріп, Айнабайдың үйіне келсе, Айнабайдың қатыны қос қазыны бұзбастан салып,
етпен сыйлап ақсыз пұлсыз бір шана шөп беріп жібереді. Айнабайдың қызының ержеткендігіне және дәулетіне қызығып, Әбдірахманның әкесі құда болуға өте құмарланады. Бірақ Әбдірахман ұнатпайды. Тіпті сүймеймін, сүймеген адамды не қып аламын дейді. Әбдірахманның бұл сырын заман құрбысынан басқа ешкім сезбейтін еді. Әлдеқалай бір жерде кездесе қалса, Күлзипа ұялып қызарып тәңірге жазады да алып қалады. Күлзипа екенін білген соң Әбдірахман жүруге ыңғайланса да, мен жібермедім. Қалжыңдасып барғанды жақсы көрдім. Дабырласып сөйлескен күйлерімен бізге төніп келді де бір келіншек: "Ибай, мал десек адам екен ғой" деді. Одағайлап шеттей бастады. "Маржанбикемсің, бері кел" дедім. "Мұнысы кім, мен таниды ғой?" "Бар, кім екен" деді Күлзипа. Әбдірахман жүре берді. Мен олардың жанына бардым. "Анауың кім?" десті. Әбдірахман: "Күйеуі екен ғой, бізден неге қашты" деп Маржанбике күле сөйледі. Күлзипа тәлімсіп, жеңгесінің құлағына сыбырлап, сыңқылдап күлісті. Аяңдай басып Әбдірахманның артынан жеттік. Бізбен жұмысы жоқ, есі дерті Алтыбақанда. "Амансыздар ма?" дегеннен басқа еш нәрсе айтпады. Күлзипа сызылып, жеңгесінің артына таман жүріп отырды. Алтыбақанға жақындадық. Сөйлеген сөз, ойнаған ойын, қараңдаған адам бәрі де анық көріне бастады. Нақ біздің келуімізді күткендей, екі қыз арқанға асылып, ырғалып ән салды. "Шұға құдашаларың әнді бастады" деді Маржанбике. Нақ сол минутта шыққан ән шынында шұғадан басқаға лайықты емес еді. Сондағы айтқан өлеңі әлі құлағымда. "Не мұңдық бұл дүниеде, қыздар мұңдық. Атадан болып мұңдық неге тудық? Атадан мұңдық болып тумас едік, бұрынғы ата-баба жолын қудық."